Бәріңе сәлем. Бүгінгі видеода мен әлемдегі ең бай 10 адам туралы айтып беретін боламын. Бұл 10 адамдардың бәрін танымасаңдар да арасында 1-2-ін танисыңдар. Тіпті оларды танымаған күннің өзінде де компанияларын білесіңдер және олардың компаниялары шығаратын заттарды қолданасыңдар. Бұл компаниялар мен заттар біздің күнделікті өміріміздің бөлінбес бір бөлшегіне айналды. Ендеше видеоға бірден лайкыңды басып жайғасып отыра бер, ал мен бастаймын. 10-шы орында Стив Балмер. Стив Балмер Microsoft компаниясының акционері, бұрынғы бас директоры. Ол 1980 жылы Стэнфорд университетінен оқудан шығып, өзінің досы Билл Гейтске келеді. Олар Гарвардта бірге оқыған еді, сол себепті бірге жұмыс істей бастады. Ал компанияның бас директорының жұмысын 2000 жылдан 2014 жыл аралығында атқарды. 2014 жылы ол бас директордың орнынан кеткен соң, өзінің барлық күші мен энергиясын Лос-Анджелес Клиперс деген баскетболдық командаға бағыттады. Ол команданы ол 2014 жылы $2 миллиард сатып алған болатын. Кейіннен ол Twitter компаниясының 4%-ын сатып алды және өткен жылдың ортасында Microsoft компанияның акцияларының құны 48%-ға өсті. Осының арқасында оның қазіргі барлық байлығы $78,1 миллиард бағаланады. 9-шы орында болса Ларри Пейдж. Ларри Пейдж Google компаниясын құрған адамдардың бірі. Ол ылғи да өз компаниясын әлемдегі ең үлкен компаниялардың бірі қылуды армандаған болатын, және ол өз мақсатына жетті. 2015 жылы Ларри Пейдж Alphabet компаниясының бас директорының орнына жайғасқан болатын. Alphabet деген Google'дан және де басқа да компаниялардан құралған корпорация. Ол 2019 жылы бұл орнынан кетті. Қазіргі күнде Alphabet корпорациясының акционерлер мүшесі және директорлар мүшесінің құрамына кіреді. Сонымен қатар ол шатын көліктер жасайтын стартаптар HitToHop және Opena деген компанияларға қаржылай көмек көрсетіп тұрады. 2021 жылдың қаңтар айының соңындағы Ларри Пейдждің барлық байлығы $80,1 миллиард бағаланады. 8-ші орында Уоррен Баффет. Уоррен Баффет біздің заманымыздың ғана емес, барша тарихтағы ең сыйлы және ең танымал инвестор. Сонымен қатар ол инвестициялық үй Berkshire Hathaway'ды басқарып отыр. Berkshire Hathaway'ға көптеген компаниялардың 60%-нан көп акциялары тиесілі. Ол компаниялардың ішінде American Airlines, American Express, Coca-Cola және батарейкалар өндіруші Duracell компаниясы бар. Соңғы кезде Уоррен Баффет Билл Гейтспен бірге өте көп қайырымдылық жасап жүр. Тіпті осы 2019 жыл мен 2020 жыл ішінде ол қайырымдылыққа $6 миллиард астам ақша құртқан. Қазіргі күнде оның барлық байлығы $86,4 миллиард бағаланады. 7-ші орында Ларри Эллисон. Ларри Эллисон 1977 жылы адамдарға программалық қолдау көрсетудің жетіспеушілігін байқаған соң Oracle компаниясын ашқан болатын. Компанияның алғашқы клиенті CRO болатын. Кейіннен барлық адамдарға тарай бастады. 2018 жылдан бастап ол тағы бір компанияның директорлар мүшесінің құрамына кіреді. Бұл компания өзінің досы Илон Масктың ашқан Tesla компаниясы. Ол 2014 жылы Oracle компаниясының бас директорының орнын босатқан болатын. Дегенмен де қазіргі күнде директорлар мүшесінің құрамына кіреді. Ларри Эллисон да қайырымдылықпен айналысып тұрады. Өткен жылы ғана ол $200 миллион қатерлі ісікпен күресу үшін Калифорния университетіне берген болатын. Қазіргі күндегі оның барлық байлығы $88,3 миллиард бағаланады. Чжун Шаньшань 6-шы орында. Чжун Шаньшань Қытайдағы ең бай адам болып саналады. Ол осы жақында ғана топ 10 ең бай адамдардың құрамына кірді. Ол өзінің барлық байлығын бутылкадағы таза суды сатудың арқасында тапты. Сонымен қатар ода вакциналар ойлап табатын фармацевтикалық компаниясы тағы бар. Оның Vantai Bell Logical Pharmacy атты фармацевтикалық компаниясы осы жақында ғана коронавирусқа қарсы вакцина ойлап тапты. Бұл бұрынғы себілетін вакцина өткен жылдың қараша айында тексерістің 2-ші дәрежесінде өтті. Осының арқасында оның компаниясының акциясының құны 50%-ға өсті. Қазіргі күнде оның барлық байлығы $89,2 миллиард бағаланады. Марк Цукерберг 5-ші орында. Марк Цукерберг тарихтағы ең жас миллиардер, Facebook компаниясын құрушы және бас директоры. Оған Facebook компаниясының 15% тиесілі. 2010 жылдан бастап Марк Forbes журналының нұсқасы бойынша әлемдегі ең ауқатты адамдардың құрамына кіреді. Цукерберг және оның әйелі Бристелла Чан екеуі өз қалталарынан $3 миллиард ауруларды емдеуге жұмсаймыз деп айтқан болатын. $3 миллиард қатерлі ауруларға ем ойлап табылуға немесе ол ауруларды жеңілдетуге жұмсалады. Сонымен қатар бұл екеуі Цукербергке тиесілі Facebook компаниясының барлық акцияларының 90%-ын сатып, олардың бәрін адамзаттың қабілеттерін жетілдіруге жұмсайтынын айтқан болатын. Facebook акциялары жыл сайын өсіп жатыр.
Осымен бірге Цукербергтің қайырымдылыққа жұмсайтын ақшалары да көбейіп жатыр. Қазір оның барлық байлығы 99,5 миллиард долларға бағаланады. 4-ші орында Билл Гейтс. Ол туралы бәрін естіген боларсыңдар. Microsoft компаниясының бұрынғы бас директоры. Ұзақ жылдар бойы әлемдегі ең бай адамның атағын осы Билл Гейтс ұстап тұрған болатын. Бірақ ол қайырымдылықты өте көп жасайды. Осыдан болып, орыннан төмен түсе бастады. Билл мен әйелі Мелинда екеуі әлемдегі ең үлкен жекеменшік қайырымдылық қорын басқарады. Бұл қайырымдылық қорының жұмысы медицина мен денсаулық сақтауға бағытталады. Соңғы кездегі коронавирустан кейін қордың жұмысы көбейді. Қазіргі күннің өзінде де Билл Гейтс коронавирусқа қарсы вакцина ойлап табуға бар күшімен берілген. Бұл бағытқа ол қаржылайда көптеген көмектер беріп тұрады. 2021 жылдың қаңтар айының соңындағы Билл Гейтстің барлық байлығы 120 миллиард долларға бағаланып тұр. 3-ші орында Бернар Арно жайғасып тұр. Бернар Арноға әлемге әйгілі 75 бренд тиесілі. Олардың ішінде Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora және көптеген басқа да брендтер бар. Ол көптеген өнер галереяларына қолдау көрсетеді. Сонымен қатар өнерге бағытталған мүгедектерді де қолдайды. Оның компаниясы өнерлі адамдарды табу үшін де көптеген ақша жұмсайды. Аксессуарлар мен әшекейлердің қатты сатылмайтын пандемия жылының өзінде де, пандемия тоқтаған Корея мен Қытай елдерінде өзінің брендтерінің жақсы өтіп жатқаны туралы айтты. Осылайша ол өзінің барлық байлығын өткен жылы 30%-ға өсірді. Қазіргі күнде Бернар Арноның барлық байлығы 48,8 миллиард долларға бағаланады. 2-ші орында Джефф Безос. Джефф Безос 1994 жылы интернет-дүкен Amazon компаниясын ашқан болатын. 25 жыл ішінде Amazon компаниясы әлемдегі ең үлкен онлайн дүкенге айналды. Джефф Безосқа компанияның 12% тиесілі. Сонымен қатар әлі күнге дейін ол компанияның бас директоры болып келеді. 2019 жылы Джефф Безостың барлық байлығы 204,6 миллиард долларға бағаланған болатын. Ол адамзат тарихындағы алғаш рет 200 миллиард доллардан асқан адам болды. Дегенмен де әйелінен ажырасуынан кейін өзінің байлығының 30%-нан айырылып қалды. Бірақ бұл оған ешқандай кедергі жасамады. 2020 жылдың басында ол өз байлығын 67 миллиард долларға көбейтіп алды. Сонымен қатар жекеменшік баспа The Washington Post газетасы Джефф Безосқа тиесілі, және Blue Origin атты жекеменшік ғарыш компаниясы да Джефф Безостікі. Оның Blue Origin компаниясы Илон Масктың SpaceX компаниясымен бәсекелестікке түсіп, бірнеше рет қолдануға болатын ғарыш кемесін жасап жатыр. Болашақта осы кеменің көмегімен адамдарды ғарышқа жеткізе аламыз дейді. Оның барлық байлығы 184,6 миллиард долларға бағаланды. Джефф Безосты шын өмірдегі Лекс Лютер деп атап жатса, бірінші орында шын өмірдегі Тони Старк, Илон Маск жайғасты. 2021 жылдың басында әлемдегі ең бай адам Илон Маск атанды. Amazon компаниясының иесі Джефф Безосты озып өтті. Илон Маскке тиесілі Tesla компаниясының құны 2020 жыл бойы өсе бастады. Адамдардың көбісі электрокөліктерге сенді. Сонымен қатар өткен жылдың 21 желтоқсанында Tesla компаниясы S&P 500 индексінің құрамына қосылды. Илон Маскта Tesla компаниясымен қатар The Boring Company, Neuralink, SpaceX және тағы да 1-2 компаниясы бар. The Boring Company жерасты жолдарын жасайды. Бір нүктеден екінші нүктеге дейін көлікпен ешқандай кептеліссіз аз уақыт ішінде жету. Ал Neuralink қабілеті шектеулі жандарға басқа чипті орнатудан кейін сол чиптің көмегімен нейросигналдарды жіберіп, хаттар жазуға, робот қолдарды қозғалтуға мүмкіндік береді. Илон болашақта бұл чиптердің көмегімен бір-бірімізбен ой арқылы сөйлесе алатын боламыз дейді. Дегенмен де ол барлық бизнестерін тек бір мақсат үшін ғана жүргізіп жатыр. Барлық бизнестерінен түскен табыстың бәрін ғарышқа аттану үшін SpaceX компаниясына құяды. Осы жылдың қаңтар айында Илон Маск өзінің барлық мүлкін сатып, ол қаражаттың бәрін Марсты бағындыруға жұмсайтынын айтты. Осыған қараса, ол енді біраз уақыт ішінде әлемдегі ең бай адамның орнын босататын сияқты. Қазір оның барлық байлығы 188,4 миллиард долларға бағаланып тұр. Мінекей, бүгінгі видео осындай болды. Әлемдегі ең бай адамдар осылар, және олардың компанияларын таныдыңдар деген ойдамын. Бұл топтама 2021 жылдың басындағы топтама. Әрине, бұл талай рет өзгереді. Адамдар орнынан ауысады, біреудің ақшасы көбейеді, біреуінікі азаяды. Дегенмен де видеоны қам болса, міндетті түрде лайк баса кет. Достарыңмен бөлісіп, арнамды алғаш рет болсаң, арнама тіркел.